Сәлем достар, бүгін біз сіздермен піскен кезде іші бүлкілдеп тұрмайтын өте керемет болып шығатын творожный пирогтың ең керемет рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Піскеннен соң 2 сағат тоңазытқышқа қоюдың қажеті жоқ. Толығымен суытып алған соң кессеңіздер, дәл осындай өз формасын ұстап тұрады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Толық нұсқасын описаниеге жазып қалдырамын, жазбаша рецебін. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды немесе бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстінен құмшекерімізді салып, жақсылап құмшекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Қанышқыны ғана пайдалансаңыздар болады, немесе венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Оның үстінен бір дана жұмыртқамызды саламыз және де тағы да жақсылап араластырамыз. Қамыры өте жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Келесі кезекте қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді салып, оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр болып шығады, қатты илеудің қажеті жоқ. Тек қана қамырымыз біріксе болғаны, осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек болады, құмшекер және де кукурузный крахмал немесе ұн қоссаңыздар болады, крахмал болмаса. 2 ас қасық қосып, жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай, тез дайын болатын рецепттердің бірі, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Толығымен осылай араластырып алғаннан кейін, оның үстіне творогымызды қосамыз және де қаймақты салып, тағы да жақсылап шанышқының немесе өз қалауыңыз бойынша венчиктің миксердің көмегімен де араластыра беруге болады. Бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Достар, егер осындай керемет рецепттер тегін мастер-класстарды жіберіп алғыңыз келмесе, егер маған тіркелмеген болсаңыз, видеоның астында подписаться батырмасын басып, қасындағы қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Егер видео ұнаса, достарыңызбен поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде бөлісіп отырсаңыздар да болады. Келесі кезекте формамызға осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып алып, сосын үстіне сала салсаңыздар болады, немесе осылай қолдың көмегімен шетіне қаратып, пирогтың формасын жасаймыз. Астына пергамент қағаз төсейсіздер, не болмаса сары маймен майлап шықсаңыздар болады. Формамыздың диаметрі 24 сантиметр. Осылай жақсылап бір келкі етіп орналастырып шығамыз да, оның үстіне жаңағы дайындап алған салмамызды құямыз. Дәл осы кезде пешімізді 170-180 градусқа алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Бір келкі етіп лопатканың көмегімен салмамызды осылай жағып шығамыз. Қамырдың шетін осылай тегістеп шықсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Сонымен біздің творожный пирогымыз дайын. Піскеннен кейін толығымен бөлме температурасында суытып аласыздар, содан кейін кесе берсеңіздер болады. Өте керемет, ауызда еритін, дәмді, кез келген торттан да артық болып шығады. Ендеше бірге кесіп көрейік. Осындай творожный пирогтарды кескенде видеода көріп тұрғандарыңызды осылай сырғыта отырып кесесіздер, сол кезде тегіс болып кесіледі. Өз формасын ұстап тұр, толығымен піскен. Өте дәмді, өте керемет рецепттердің бірі. Бұл рецептпен сіздер осы пирогты сатылымға шығарып та бизнес жасасаңыздар болады. Менің арнамнан бұдан бөлек неше түрлі пирогтардың, торттардың сәтті шығатын рецепттерін таба аласыздар. Ол үшін менің арнама өтіп, плейлист бөліміне өтіп, торты, пироги бөліміне өзіңізге қажетті рецепті таңдап, қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Тексерілген сәтті шығатын рецепттермен ғана бөлісемін, сондықтан 100% жасай беріңіздер. Егер менің рецептіме жасап көрсеңіздер, комментарияға өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.